kırdan söz olup, bugün bayram bugün toy. Elugale kırdan söz olup, bugün bayram bugün toy. Kırgızımdın toyunda bir kamlasam oyunga, kada kütüp kaldı dep bizge karız bolor moyunga. Kada kütüp kaldı dep bizge karız bolor moyunga. Ertelikti öpündü, çoyun koyur moyunga. Bir kamlasa oyunga, barımız ay kırgızımdın toyunda. Bir kamlasa oyunga, barımız ay kırgızımdın toyunda. Ölürsen de bizde şın, kana murdaş bir geçin. Ülpe şangı çağırıp dursun, ülkü dolsun üygöcün. Ülpe şangı çağırıp dursun, ülkü dolsun üygöcün. El aralap parasın, şartın tolu büyücü. Şanat olsun aylana cırgap, kana kurdaş bir geçir. Şanat olsun aylana cırgap, kana kurdaş bir geçir. Bugün bayram bugün toy, bunda gezge sözdü koy. Elugale kırdan söz olup, ergip dursun bütkün boy. Elugale kırdan söz olup, ergip dursun bütkün boy. Topluluğuna söz olup, toplum dursun bütkün boy. Elugale kırdan söz olup, bugün bayram bugün koy. Elugale kırdan söz olup, bugün bayram bugün koy. Elugale kırdan söz olup, bugün bayram bugün koy. Bugün bayram bugün koy. Bugün bayram bugün koy. Ақ чоқысы асман тіреген, ұлы тауларды байралған қырғыз еліменен, чексіздікті генен жайылған ұлы талаларды мекен қылған қазақ елінің тарихы, қада салттары чырмалышқан. Айрықша тіріліктің шаңы, өмірдің майрамы болған той, құштың қанатындай екі егізелді болып келген жана болы береді. Кыргыз менен казактын тойлору жөн эле майрам эмес. Салтынан укталып, шаң шөкөтү менен коштолуп, түркүн түскө бай, шайыр шатман шаңга бай. Тойдо муундар аралык биригүү, элдик ыргүү, би, дүйүм тамак жайнаган ак дастаркан, укмуш туудай атмосфера жашайт. Жалпы көрөрмандарды бүгүн тойлор дүйнөсүнө чакырабыз. Арбаңыздар кыргызым, эсенсиздерби казагым? Ободо эл аралык кошканат теле долбоору, Бишкек жана Астана студиялары. Ырым-жырымдарга бай кыргыз жана казак тойлоруна арналган эфирибизди баштайбыз. Ал эми азыр кезекте Астана студиядагы кесиптештер Талгар, Толкун сиздерге узатабыз. Sinchida
Ассалаумағалейкум. Байланыста Астана студиясы. Бауырлас ағайын сіздерге арнайы ән шашуымыз ұнады деген ойдамыз. Армысыздар, Арман Алатаудай асқақ, тілек атқан таңдай кіршіксіз қырғыз бен қазақ жұрты. Эфирде Қос қанат халықаралық тележобасы. Қос елдің өмір салтында ас пен тойдың орны ерекше. Ал рухани құндылығымызға айналған салт дәстүр мен әдет ғұрыптың маңызы мызғымас бауырластықтың белгісі іспеттес. Құрметті көрермен, ұлттық бірегейліктің кілті болған бүгінгі салт дәстүр қазақ-қырғыз тойлары тақырыбында өтетін телекөпірімізді ашық деп жариялаймыз. Заман ағымына жараша дүйнө тездік менен өзгөрүп жатат. Бирок кейбір салттар өзгөчө тойлор өзгөрүүсүз калууда. Заман менен жарышып, моданы кубалаган адамдар байыркы баалуулуктарды, када салттарды кантип сактап, улантып жатканын талкуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Филология илимдеринин кандидаты, тарых илимдеринин доктору, фольклорчу этнограф Сулайман Кайыпов агайыбызды Кош канаттын төрүнө чакырабыз. Hoş geldiniz ağay. Ағай, қош келіпсіз. Төріңізден көргеніңізге абдан қуаныштабыз. Эми бүгін жанағы қырғыз-қазақ елінің ортасындағы қада салт үрпадат жолысом жалпысын мен алғанда той жөнінде сөз қылып атпайбыз ба? Ең негізге қырғыз менен қазақ уул үйлөйбү, кыз чыгарабы, уулду болобу, жентек кылабы, иши кылса эл мен бата алайын деп той берет да. Анан эң негизги нерсени билип алалы. Авалкы тойлордун маани, маңызы кандай эле? Эми кыргыз менен казактын тою өтө эски салтка барып таянат. Анткени адамдар биригиш керек болчу, коом түзүш керек, адамдар бирин-бири билиш керек, тууганчылык байланыштар болуш керек. Мына ошону адамдарды бириктириш үчүн, бир топту түзүш үчүн сөзсүз түрдө бир салттуу уюшумдарды ойлоп чыгыш керек болгон да. Муну бирөө ойлоп чыккан эмес. Муну турмуш өзү ошого алып келген да. Ошон үчүн кыргыз менен казактын эски тарыхы бир эле тарых. Экөөндө бирдей болгон той мурда. Мисалы үчүн кандай жакшылык иш боло турган болсо, ошонун бардыгын бир той менен белгилеген. Себеби бул сүйүнүчтү бөлүшүү, бактыны бөлүшүү, жакшы сезимдерди бөлүшүү болуп эсептелген. Ошону менен бирге тойго келген кишилер менен кайрадан байланыштарды жаңылоо, тууганчылыктарды жаңылоо болгон. Ошону менен келип туруп, анан кийин үй бүлө түзүлгөн, үй бүлөдөн анан урук түзүлгөн, уруктан уруу, анан уруудан келип эл, анан элден келип анан кийин улуттар түзүлгөн да. Эгерде ошо тойлор болбосо башында адамдардын ошол уюмдашып, бири-биринин тууганчылыгын, бири-биринин жертешчилигин, бири-биринин жакындыгын, куда сөөктүгүн билиши мүмкүн эмес болчу. Билсе дагы унутуп калат болчу. Мына ошол тойлор ушул адамдардын ортосундагы байланышты түзүүдө, бир коомдун түзүлүшүндө абдан чоң роль ойногон да. Анын тойлорду ар түрдүүсү болгон. Ошо тойлордун ар биринин өткөрүлүшү үчүн атайын салттар, атайын эрежелер, талаптар иштелип чыккан. Анан кийин тойдого эң эски тойлордо чакырылган кишинин бардыгы келмейинче той башталган эмес. Эң эски тойлордо ар бир киши эсептелүү болгон. Ошо той күнү бардык адамдардын социалдык статусу бирдей болгон. Мисалы үчүн хан той берип атса дагы бир чабан келе элек болсо ошол тойду баштай алган эмес. Себеби мына ошол тойдун өзү ушундай касиеттүү адамдардын баягы бири-биринен өдө ылдый дебей, алыс жакын дебей, ушу биригүүсүн камсыздаган чоң майрам болгон да. Анан өнүгүп кеткен. Жакшы агай. Кыргыз тойлорундагы болуп келген өзгөчө көрүнүштөрдү айталы. Эр сайыш, күрөш, эңиш, жана кыз кумай, андан сырткары кыз жигиттердин айтышы, төкмөлөрдүн төгүшү, ушулар сыяктуу дагы тойдун көркүнө чыгаргандар жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Сөзсүз түрдө да бул тойдун өзгөчөлүгү ушунда болгон.
тойда бұл чоң мадани жиын болып өстілген, маданиятын көрсөткөн адамдар. Ошон үчүн Кыргызда тойго барсаң тойпар деген сөз бар да. Себеби тойда көбүнчө оюн зоок болот, шаан шөкөт болот, көңүл ачуу болот. Бардыгы мындай эркин болот. Ошон үчүн тойда кыз жоголот деп да коет кыргыз. Анткени жаштар өзүнчө бири-бири менен таанышат дегендей, бири-бири менен мамиле курат, ошондой эле күч сынашат. Эреңиш болот. Керек болсо ер сайыш болот, күрөш болот, акыл жарыштыруу болот, чечендер жарышат. Айтыштар, акындар айтышат. Кээде кыргыз менен казактын акындары чоң тойлордо келип алып бири-бири менен айтышкан. Кээде ошол кыргыздыкы кыргыздар эле, казакта казактар эле айтышып. Ошондой акындык өнөрдүн өнүгүшүнө, жомокчулук өнөрдүн өнүгүшүнө казакта жыр деп коет. Бизде жомок дегенбиз, азыр эпос деп калдык. Ошонун өнүгүшүнө, деги эле маданияттын өнүгүшүнө. Анан эл аралык болуп кеткен, мына казактар арасы, казак менен кыргыз биригип, өзбек менен кыргыз биригип, кээде түркмөндөр келип катышкан, каракалпактар андан бетер. Ушундай чоң тойлор да болгон да. Ушулардын бардыгы ушул элдин туугандыгын бириктирип, бири-бирине жанагы элдик оюндар болобу, ошо маданият, мадани салттардын бардыгынын бири-бирине жугушушуна атайын шарт түзүп берген да. Ошол жагынан бул маданияттын өнүгүшүнө, элдик маданияттын бардык түрлөрүнүн өнүгүшүнө, ырчы, чоорчу, комузчу, казакта сал, сере, жыршы, анчы деп коет. Ошолордун бардыгынын өнүгүшүнө ушу тойлор чоң сахна болуп берген да. Агай, тойдогу жасала турган ырым-жырымдар, жөрөлгөлөр, мына ушул тууралуу кеп кылып берсеңиз, анткени азыркы учурда кээ бир жерде чындыгында адашып калып атышат, кээ бир жерде жаңылануу кирип кетип атат. Бул чын эле кыргыздын салтыбы, жөрөлгөсүбү чаташтырып калып атышат. Ушул тууралуу бир кененирээк айтып берсиңизчи. Эми ал тойдун түрүнө карайт да. Үйлөнүү той деп коелу. Үйлөнүү тойда эми азыр унутулуп калды да. Мурда нике кыйгандын алдында кереги алып барып, келин менен кыз жигитти, анан бир жагына ошо досторун, эки жагына да. Мында кереге таңуу деген салт болгон, мисалы үчүн да, эми азыр жок. Ошо кереге таң койгон. Эмне үчүн? Анткени бир аздан кийин нике кыйлат. Анан кийин жаштар бири-бирин жакшылап ошол жерден таанып алат, бири-биринен уялбай калат. Мындай ичинде болгон тартынычтар, коркуулардын баары жоголот да. Ошон үчүн мурда илгери баягы мектеп жок, сабак өтүлбөй, атайын врачтар консультация бербей жүргөн убакта адамдар ушундай практикалык жол менен ошо жаштарды биринчи үйлөнүү күнүнө даярдашкан да. Ар бир кыймыл аракеттин, ар бир жасалган иштин өзүнүн функциясы бар. Мисалы өлөң айтуу деген болгон, азыр унутулуп калды. Өлөң айтканда, ошо өлөңдүн ичинде ар кандай тематика бар да. Насаат айтуу бар, кыз кандай болот, жигит кандай болот, ошондой эле турмуштун эмне, ушунун баардыгын айтышкан да. Эми азыр алардын көбү калып калды да, ордун башка нерселер ээлеп кетти. Биринчиден мурдараак, азыр эми Кудайга шүгүр жогорок болуп калды. Көбүнчө эле ичкилик ичип эле мас болуп жүрүү. Муну ачык айтыш керек. Агай, сөзүңүзгө аралжы. Маегибизди бир аздан соң улантабыз. Азыр болсо кеп кезегин Астанадагы кесиптештерге узаталы. Şağında bir dünya Kızı jarı kızıge jar boladı ayho Balapanday bağrına baskanında bir dünya Ettin ay dünyen etken ettin ay Şaraskanı kıynayday dem tozunun şatten ay Жалған ай жалған
ойлаң барма беу дүнияй. Әттең ай, дүние неткен тәттең ай, жарасқан қинайдау, дәм тұзыңның жатпен ай. Жалған ай, жанбай өшкен арман ай, жарғалай қалқаның жанды өреге салған ай. Әттең ай, дүние неткен тәттең ай, жарасқан қинайдай, дәм тұзыңның жатпен ай. Жалған ай, жанбай өшкен арман ай, жарғалай қалқаның жан дәуреге салған ай. Әттең ай, дүние неткен тәттең ай, жарасқан қинайдай, дәм тұзыңның жатпен ай. Жалған ай, жанбай өшкен арман ай, жарғалай қалқаның жан дәуреге салған ай. Той мен салт дәстүр екі елдің өзара татулығының, береке бірлігінің айнымас алғышартындай әдемі көрініс. Соның ішінде қазақтың қанға сіңді қасиеті жеті атаны білу дейтін әдемі дәстүрлердің де үзігі бар. Ендеше бүгінгі әңгімемізді ары қарай өрбіту үшін студиямызға белгілі ақын, филология ғылымдарының кандидаты Серікзат Дүйсенғазы мырзаны студияның төріне шақырамыз. Қош келдіңіз, сөрлетіңіз, Серікзат мырза. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Бүгінгі қос қанат атты қазақ пен қырғыздың халықаралық тележобасына өзіңіздің төрімізден табуыңыздың өзі қуаныш. Енді бүгінгі шараның маңыздылығына қатысты өзіңіздің бір ауыз лебізіңізбен тілегіңізді тыңдап алсақ. Біздің қырғыз бен қазақ ежелден тағдыры бір, тамыры бір халық. Сондықтан бүгінгі бағдарламаларыңыздың мәні терең деп ойлаймын. Қос қанат деп керемет бағдарлама жасап жатыр екенсіздер. Ғұмыр ұзақ болсын. Қырғыз бен қазақтың достығы, бауырластығы мәңгі жасасын. Біздің бүгінгі шығарылымға арқау болып отырған тақырып осы екі елдің өзара ынтымақтастығының айғағындай ортақ той қазынамыз, сондай-ақ салт дәстүрлеріміз деген осы бағытта сіздің айтарыңызды естісек. Енді біздің қырғыз бен қазақты айырылмайды. Осы Әбділда Тәжібаев өлеңі ғой деймін. Сенің де бір ақ қалпақ, ойылып шетін сырғызған, менің де бетім жап-жалпақ, айырмам қажет қырғыздан деген өлеңі бар. Шынында қырғыз бен қазақтың ол түрі де ұқсайды, тілі де ұқсайды, дәстүр мәдениеті бәрі кіріп кеткен. Былай айтқан кезде дүниежүзі халықтары ол қырғыз бен қазақты айырылмайды. Өзіміз ғана өз ішімізді айырмасақ, екеуі өте жақын, бауырлас, туысқан. Тойымыз ұқсайды, ойымыз ұқсайды. Біздің мысалы әншілерімізді, біздің жаңағы тойдағы дәстүрлеріміздің бәрін қырғыздар жақсы біледі. Қырғыздың әншілерін, той дәстүрлерін бәрін біздің қазақтар жақсы біледі. Осыдан көруге болады, өте ұқсас. Енді былай айтқан кезде екеуі бір егіз халық қой. Бір таудың етегін егіз емген Алатаудың баяғыда әндетіп өлеңдететіміз айтысқан кезде. Қырғыз деген қазақ деген жаңағы қос үркеші түйенің, қос емшегі биенің, жауға бірге шапқанда айрытылы жыланның деген сияқты біздің ақындарымыздың жырлайтын өлеңдері болады. Осы өлеңнің ар жағында шынында да қырғыз бен қазақтың сол мәңгілік достығы, бауырластығы жатыр. Сондықтан жаңа той деп отырсыздар ғой енді. Той деген өзі дүние жүзінде аса бір қадірлей қоймайды ол басқа елдерде. Бізде әсіресе мәдениетіміз, дәстүріміз қырғыз бен қазақта бұл бәрі сол тойға негізделген. 95% деп айтсақ болады. Біздің дәстүрлеріміздің бәрі, әлемге көрсететін фольклорымыздың барлығы сол тойдың айналасында. Біз енді айтыс ақынымыз ғой. Сол айтыс ақыны ретінде қырғыздармен талай айтысқанмын. Қырғыздың елдің айтыстарына бардым. Қырғыздың елінен келін алған кезімізде болған. Мысалы енді құдалас болғанбыз. Ол тойларды да көргенмін қырғыз бен қазақтың. Осы Астанадағы қырғыз бен қазақтың құдаласқан тойларында болдым. Енді қарағанда ешқандай бір айырмасы жоқ. Өзгешелігі жоқ, Өзгешелігі жоқ. Екі жақтың жаңағы бізде қазақта өз бірі ішінде бір ырымдары бар ғой, дәстүрлер жасайтын. Сол қырғыздікі бірдегі бір қоржын ашу, басқасы бәрінде енді қырғызда бар енді. Бізде қандай дәстүр болды? Басқа түркі халықтарының кейбіреуінде барсаң ол жоқ болуы мүмкін. Қырғыз бен қазақта осы біздің қандай бір жаңағы өзіміздің аталарымыздың, әжелеріміздің жасайтын дәстүрлері ол қырғыздың атасының әжесінде бар. Осыны көріп мен енді ойладым, шындығында да бұл екі халық бұрыннан бір аралас құралас, енді оның барлығы төскейде мал төсекте бас дейді ғой. Сол мал аралас болғаннан кейін бәрі араласып кеткендіктің нәтижесі деп ойлаймын. Бір жағынан негізі қандастығымыз бар, тамырластығымыз. Екі жағынан дәстүрдің өте ұқсастығы бұл екі елдің байланысының күштілігінен.
енді жақындасып осы кеткен. екі елдің байланысы, ортақ ұқсастығы бар деп айтамыз. Енді өзіңіз осы қазақтың төлтума тарихын зерделеп жүрген болмысыңыз, ғұмырыңыз бар, ақын ретінде де айтарыңыз мол. Енді осы тойды халықтың қазынасы дейтін болсақ, сол тойды мейлінше бір қадір қасиетін, өзіне тән бір құндылығын паш ете отырып өткізу бүгінгі күні біздің қазаққа бір арманға айналып бара жатқан секілді. Ендеше сол тойды, соның өзіне тән ерекшелігін қалайша бір мәнді, мазмұнды етуге болады? Сіздің ұсынысыңыз қандай? Той деген бұрын енді керемет дүние болған қазақ пен қырғызда. Анау біздің әлгі атақты жаңағы Сүйінбай мен Қатағанның айтысы дегенде бар ғой жаңағы. Біздің қазақтың дәстүрінде бар. Сол тойға барған кезде бұрынғы біздің бабаларымыз міндетті түрде өзінің батырын, балуанын, жаңағы тіпті мешкейінде алып барады екен қасына, әншісін. Ол жаңа қырғызда да сондай дәстүр бар. Бір-біріне жаңа сондай бір керемет мереке болғанда, біз қазіргі заманда өткіземіз ғой, заманауи фестивальдар, басқалар. Солар сияқты біздің астарымыз солай өтетін болған бұрынғы заманда. Енді қазір заман өзгергеннен кейін тойда трансформациядан өтті, тойда өзгерістер ұшырады, тойлардың барлығы кезінде кең далада өтетін қазақ үйлерінің ішінде табақ абай жолында суреттеледі ғой, жаңа атпен жігіттер табақ-табақ шауып кеп жаңа беріп жатты деп. Заманға қарата әрине бөркіңді заман қалай солай ки деген сияқты заманға бейімделген дұрыс қой, енді баяғы сол қалыпта болмау керек. Бірақ бұрынғы той ол үлкен бір тәрбиенің ортасы еді. Ол жерде жаңағы айталық Қажымұқан келіп өзінің ойындарын көрсетеді, Біржан Сал келіп керемет әндерін айтады. Насихаттар айтылады. Той негізінен қазақтың дүниесінде, ұғымында, бұл қазақтың мәдениетінің үлкен бір бөлшегі. Біздің беташарымызда, біздің жар-жарымызда, біздің жаңағы тұсаукесерімізде, біздің басқа неменедегі атқа мінгізу дәстүрлеріміз бар. Басқа жаңа тоқымға қарап тағы да неше түрлі сондай дәстүрлеріміз бар, тойдан шыққан дүние ғой. Шерзат мырза, осы жерден әңгімемізді үзіп, Алатаудың арғы бөктеріндегі қырғыз ағайынның осы той хақындағы сұхбатын аз кем құлақ түріп алсақ, студия қырғыз әріптестерімізде. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо бешик тойдон үзүндү көрсөтөлү деп ак элечектен энелер биздин төрүбүздөн орун алып турат. Анда назарыңыздарды мына ушул жакка буралы. Байыртан кыргыз эли өзү көчмөндүү эл болгон. Ушул көчүүгө ыңгайлуу ылайыкташтырып туруп, ушуга окшогон бешикти жасашкан. Бешик баланы жылуу алып жүрөт. Жерден өйдө болот дагы, бешикке бөлөгөндөн кийин баланын уйкусу таттуу болот, бөлүнбөйт. Чукуранган учурда аны терметип бешигирин ырдоо менен кайрадан баланы уктатып коюуга болот. Мына биздин алдыбызда жакшынакай бешик турат. Бешикти негизинен арчадан жасалат. Мындай бешикте баланы бөлөш үчүн бешикке жакшынакай олпокторду, балага ыңгайлуу болгон жумшак олпокторду жасайбыз. Бул негизги сырткы жабуулары. Андан кийин ороо чулгалары болот. Негизинен мынандай болгон. Бул жерде кыргыздардын бешикке салуудагы эң өзгөчөлүгү бала кургак болот. Бул жерде бешикте күлтүк деген болот. Баланын заарасы дагы, башкасы дагы булганбайт дагы, көчүгү кургак болуп, ал узак убакытка чейин уктаганга туура келет. Баланы бешикке бөлөөдө ошол күлтүктөн тышкары дагы атайын мынандай шимектер колдонулат. Эми заманга жараша ар кандай. Ал эркек балага өзүнчө, кыз балага өзүнчө жасалат. Бешикти биз биринчи арча түтөтүп, бешиктеги анча-мынча эми биз илгертен Кыргызда кайыптан жаралган элбиз биз. Ошон үчүн мундагы шайтан шабыр дегенде башка жаман нерселердин бардыгы жок болуп кетсин деп биз муну аластайбыз бешик менен. Арча менен аластайбыз. Арчаны түтөтөбүз дагы, бешикти аластайбыз. Алас. Чык, жаман нерсе чык. Алас, ар беладан калас. Ушул бешикке жаткан балага Кудайым тынччылык бер. Бешиги ак жолтой бешик болуп, тынч, балам тынч уктаган бешик болсун. Уул бала боло турган болсо, уул бала курч болсун,
темирдей бекен болсын, жоого жараган бала болсын, эли журтун таяган балдардан болсын деп, бул жерге биз балта, чоот, бычак коебуз. Эгерде бөлөй турган наристе кыз боло турган болсо, ал келечекте мынандай жакшынакай шуруларды тагынган сулуу кыз болсун, ууз болсун деп мынандай кайчыны коюп, анан биз баягы илгертен келаткан салтыбыздагы оңбу деген нерсебизди баштайбыз. Мына биз азыр бул жерге кайчыны, жакшынакай ууз болсун деп кайчы койдук, сулуу болсун деп шуруларды койдук. Анда биз ошол өнөрүбүздү баштайбыз эми. Оңбу. Мына ушул учурда биз 3 жолу өзү жасайбыз. Анан мындагы нерселер гүлтүккө түшөт. Гүлтүк деген бул жерге түшкөндө бул байлык. Демек бардыгы чогулуп түшсө, ошо кыз дагы, уул дагы келечегинде бардык нерседен камсыз болгон, бай болгон, бакубат болгон наристе болот экен деген жыйынтыкка келебиз. Оң. Бешикти илгертеден наристенин таяне таяталары тараптан келет дагы. Ана биринчи баланы таяне таята тарап ушинтип бешикке салып берет. Анан кийинки наристелер ушул бешикке андан аркы жатуусун уланта берет. Анда эмесе баланы бешикке салалык. Наристени алып келе кой кызым. Бешикке саларда дайыма баланы эч убакта бешиктин үстүнөн бербейт. Ушул бешиктин оң жагынан, эненин оң жагынан берет. Бешикке салганда мына бешик эне, бек карма, ума эне уйку бер деп айтабыз. Aldey, 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 aldey bereken, орынбас көлөкөм. Курман жандаккадай, канке ападай кадырлуу, бактуу, элге көрүнүктүү даткайымдардан болсун. Бекенсиң, кыргыз элин сактаган, кыран болор бекенсиң. Урматтуу телеөрчүлөр, мынакей баланы кантип бешикке салыш керек, эмнелерди жасаш керек көрүп алдыңыздар. Бул үчүн энелерге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ар бир үйдө мына ушундай наристе төрөлүп, бешикке бөлөнүп, бешик ыртала берсин. Мен ойлоймун, бешикке бөлөнгөн даткайым эртең чоңойгондо улуттук телеканалында бешикке бөлөндүм эле деп айтып жүрө турган жакшы кыргыздын кыйын кыздарынан болсун. Ал эми биз болсо агай менен маегибизди уланталы. Казак-кыргыз ортосундагы уул үйлөө, кыз берүү, ошо тойлордун окшоштуктарын айтсаңыз агай. Мурда ошо кыргыз менен казак үйлөнүү тоюн бирдей эле өткөрүп жүргөн да. Анан кийин шартка жараша айырмачылыктар пайда болгон. Мисалы, мен Казакстанда бир үйлөнүү тоюна катышып калган жайым бар. Кадимки эле кыргызлардагыдай, Кыргызстандагыдай, бирок бир аз эркинирээк экен. Анан мына биздин ичкилик кыргыздарда айтылган өлөң деген ырдын ошо айтылышы бар. Ошолор айтылат экен кадимкидей. Анан карап отуруп, ошо казак менен кыргыздын тоюн карап отурганда деле ошо түбү бир эле экен деген ойго дайыма келесиң да. Бизде айтылган сонун сөздөр казактагындан да сонун болуп айтылат да. Абдан таттуу сөздөр айтылат. Тилектер тилинет. Ошондой эле тамак аш, мындай зияпат маселеси ал жерде да абдан күчтүү да. Ошон үчүн негизи кыргыз менен казактын тою бирдей эле. Бирок кийинки кездерде баары бир мындай турмуш өзү таасир этет экен. Биздики абдан, кыргыздардыкы абдан эле мындай бапыраган эметип кетти. Көп ысырапчыл деп коюп атпайбы? Ысырап эмес эми ал, бирок ошондой көп тармактуу мындай экономикалык жагынан алганда бизде элде акча көп эмеспи? Ошол акчаларын сарптап, ошентип жарышмайга түшүп алды да. Баары бир мунун баардыгы ылайыгына келет. Казакта да, кыргызда деле жүрүп отуруп ушу той өткөрүүнүн бир нормасын иштеп чыгышат, жүрүп отуруп. Аны жөнгө салбаса болбойт да. Сулайман агай, студияга келип, мага үлүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз элинде, өзгөчө мусулман элинде дагы бир чоң той бар.
Ал тойдың аталышы сүннет той деп қояды. Мен азыр сіздердің назарыңыздарды мына ошол сүннет тойдогу батаға бұрайын. Кыргыздарда соны сөз бар. Мына азыр эле Даткайым кызыбыздын бешик тоюн жасап аттык эле той кулансын деген соны сөзүбүз бар. Ошол той андан ары уланып, мына Барсбек уулубуздун сүннет тою дагы жүрүп атат. Анда эмес апалар, ушу Барсбек уулубузга дагы сүннөткө отурганын куттуктап, жакшы батабызды берип коелу, Разахан. Ооба. Барсбек уулум, сүннөтүң кут болсун. Өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун айланайын. Улунун жашын берсин, данышмандын башын берсин, күчтүнүн күчүн берсин, малдунун малын берсин, Кудайым тилейиңердин баарын берсин. Ушу келечектин Кыргызга жараган эр азамат жигиттеринен бол, өмүрлүү бол, ата энеңе, эл журтуңа жараган Кыргыздын кыран чыган жигиттеринен бол. Амин. Уақытларын атайын Қошқанат теледолбор үшін арнап, насаат сөздерін, ақ тілектерін қамдап келген ағылечек енелерге ырашылық білдіреміз. Ардайым екі елдің ортасындағы ынтымағымыз бекемделіп, тойларыбыз олана берсін. Азыр болса кеп кезегін Астанадағы кестештерге берелі. Толқын, Талғар, сөз сіздерде. Көп рахмет. Біз тойдың салтанаты мен сәні өзінің ортақ құндылығы жайындағы әңгімемізді белгілі ақын Серікзат мырзамен әрі қарай жалғаймыз. Енді той халықтың бір дәстүр үзігінің көрініс табатын, ұлттық болмыс бітімінің айшықтала түсетін әдемі бір салтанаты. Соның ішінде мынау қазаққа тән дәстүрлердің үзігі көп қой, Серікзат мырза. Тойда оны тұсау кесу дейміз, бесікке салу дейміз, қызға сырға салу дейміз. Сан алуан тойлардың осы көрінісінде біздің ұлттығымыз айшықталады. Енді осы екі елдің ортасындағы бір мәдени бірлестіктің де бір айқын көрінісінде көрінеді маған осы дүниелер. Осы қазақ-қырғыздың тойларына қатысты ұқсастықтар және де дәстүрлерге ортақ нәзік түн туралы айтып берсең. Қырғыз бен қазақтың барлығына туған кезден бастап, мынау шілдехана тойынан бастап, онан кейін жаңағы тұсаукесер той, сүндет той, ашамай той, атқа мінгізу тойы, ана той, мына той деген тойлар көп қой, үйлену тойы бар. Оның ортасындағы жаңағы мүшел жас тойы бар, басқа той бар, алтын той, күміс той дегенден бір қырғызда да бар, қазақта да бар. Сондықтан бұл екеуінің арасында дәстүрде кішкене айырма жоқ деп санаймыз. Енді оны біз әлі де бар ғой енді. Жаңғырта беруіміз керек. Қырғыз студиясында балаға бата берді ғой, кішкентай сүндеттелген балаға. Сол батаның қадір қасиетін біз кейде осы тойда да үлкендерімізге бата бергізіп жатамыз, бірақ қаншалықты бүгінгі жастарымыз соның қадіріне бойлай алып жүр. Сол бата беріп жатқандағы үлкендеріміздің астарына тұнған батаның бір алғаусыз ниет, риясыз бір қазақтың өзінің тұтас жатқан ізгі ниеті сол батада тұнып тұр ғой. Батада біздің бабаларымыз батаның ішінде ең мәйек тілектің бәрін сол батаға жинаған. Сондықтан батаның ар жағында бұл қасиетті. Оның ар жағында бір киелі ұғым бар да, яғни бата міндетті орындалады. Ол бата бергеннен кейін ол шаңырақ немесе жас бала, жаңағы сүндетке отырып жатқан жас бала, немесе тұсау кесілген бала, ол болашағы мықты болады. Бізде қазақта тұсау кесу дегенде дүние бар, дәстүр бар әдемі. Тай-тай басқан баланың жолы ақ болсын деп, өздеріңіз секілді елдің алдында жүрген, маңдай жарқыраған бір тұлғаларға тұсауын кестіріп отырған. Ендеше сол тұсау кесер туралы сіздің бір ауыз пайымыңызды естіп алсақ, одан кейін сол дәстүрдің үзігіне сіздің өзіңіздің көзайым болғаныңызды тұсау кесудің астарында да жаңа бата жатыр. Тұсау кесерде қазақтың бір ұғымы, ол қырғызда да бар ғой, қазақтың бір ұғымы. Яғни баланың тұсауын ала жіппен кеседі, ешкімнің ала жібін аттамасын, ешкімге қиянат қылмасын деген арған дүние жатыр. Баланың тұсауын кескеннен кейін ол бір белгілі адамға кестіреді, және сонымен бірге жаңа тайтелет жүргізеді. Сол адам сияқты белгілі адам болсын, жаңа сүрінбесін өмірде деген сияқты ар жағында көп ұғымдар жатыр. Сондықтан қазақпен бұл қырғыздың бір ешкімге айырбастамайтын, ешкімде жоқ, өздеріне ғана тән бір керемет дәстүрі бұл. Осы айтып отырған керемет салт дәстүрімізді біздің көрермендерімізге бір паш етсек, біздің кішкентай бүлдіршінімізді ортаға алдырып, өзіңіздің қолыңызбен тұсауын кессек. Балақайды ортаға алдырсақ. Қош келдіңіздер. Серікзат аға, келіңіз. Бәрекелді. Батырымыздың есімі кім? Кемел. Алдарыңыз қалай? Келіңіз, мұнда тұрағаныз. Аты кімді? Кемел. Кемел деген жігіттің қазір тұсауын кесеміз. Бісміллә, алып берейік кәне. Балапанды алып беріңіздер. Қазақтың дәстүрінде ала жіппен кесетін болған не? Ала жіпті аттамасын деп, баланың аяғына. Кемел қайда, Кемел? Кемел батыр, ал, бісміллә. Анеке. Ал.
Al Кемел батыр. Қадамы құтты Қадамы болсын. құтты болсын кәне. Ал. Қадамы оң Ал болсын. бисмилля, қадамы оң болсын. Үлкен бабаларымыздай батыр болсын, ақылынан би болсын. Елге қызмет ететін азамат болсын деп бисмилля кесеміз. Ал міне тайтай. Ал тайтай. Қаз балам, қаз балам. Қадамыңды жаз балам. Биік болсын, Соңыңды асу. кесейін, күрмеуіңді шешейін. Тұсауыңды кесейін, күрмеуің шешейін дейді. Бисмилля. Балапан енді қайсын таңдаса? Кәнекей, Кемел, қараш, Кемел, мына қара, мына қайсына қараш, мына қара. Қайсын аласың мінекей? Ай, Кәнекей, қайсын аламыз, Кемел? Кәнекей, ала қош кел, ал. Кемел міне. Бисмилля, мен енді өзімнің ойымша енді Кемел, аты Кемел ғой енді. Кемел адам болсын, ақаң сияқты, Ахмет Байтұрсын сияқты. Әдебиеттен қыштастады. Ахмет атамыздың кітабын. Ой, ай. Ал құтты болсын. Шашуды шашып жер, шашу шашылсын, Кәнекей. Амин. Балапанымыздың ғұмыры ұзақ болсын, тұғырлы болсын, бөбек ешқашан сүрінбесін, жолы ашық болсын. Амин. Ал енді көп рахмет, міне өзіміз көптің ішінен Серікзат ағамызға таңдауымыз түсіп, баланы тегін адамға кестірмеген ғой тұсауын. Қазақ ырымшыл халық емес пе? Сондықтан осы елдің кетігіне бір кірпіш болып қаланған, өзіңіз сияқты қара сөздің қаймағын ішкен, елдің ұлы болсын, Алаштың азаматы болсын, сіздің жолыңызды берсін. Кемел деген енді қазақта өзі танымал аттар ғой, енді біздің Кемел Ақышев деген атақты академик ағамыз болған, біздің алтын адамды тапқан ағамыз. Мына Кемел Тоқаев деген біздің үлкен жазушымыз, іргелі жазушымыз, басқа да жаңағы бұрыннан келе жатқан жақсы есім, көркем есім қойыпсыздар. Сол шындығында Кемел адам болсын, Абай атамыздың сөзі ғой. Сонда Кемел боларсың деген, толық адам, Кемел адам деген. Сол Абай атамыз сияқты кітап беріп жатқаным сол, егер толық адам, Кемел адам болса, ол ақша да басқа да кете береді. Бірінші адамға білім, мейірім, ізгілік керек. Сондықтан сонда ізгі, мейірімді, қайратты, жаңа Абай атамыздың ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста дейтін, сол үш тұғырды бірдей ұстайтын азамат болсын. Көп рахмет, Ұлтының перзентіне айналсын. Тілегіңіз қабыл. Бүгін мінекей біздің кішкентай Кемел балақайымыздың тұсауы кесілді. Серікзат ағасында елдің маңдай алды тұлғасына айнала берсін, ғұмыры ұзақ болсын, жолы ашық болсын дейміз. Әмин. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастыру үшін сөз кезегін біздің қырғыз ағайындарға береміз. Нұржан, Алмас, сөз кезегі өздеріңізде. Денесі ардамтап, аздек деген бойы бар. Билім болып қанаты, биік мақсат ойы бар. Жыладың үнді періште, жылдыздан жылдыз біздің қыз. Суысар киіп суй салып, сұлудан сұлу біздің қыз. Мончок шурунун түрбүнүнөн такканбыз, кыздын нуру болсун деп кымкапка ороп бакканбыз, көңүлү назик өссүн деп өлөкөгө бакканбыз, ылыктаны уктасаң кырмызы жууркан жапканбыз. Düşer yazdanır, uyum ala tuş gördüm. Bormu sulu bölükçü, olsun karma kuş gördüm. Bir baktısın bolğup, bizden kızga tuş geldi. Ertegine batalı, eşiktörgö kut geldin. Kuyumunda görülür,
Біз қырғызбыз, қырғыз телебіз менен, дилибиз менен, анан албетте кийген улуттук кийимибиз менен. Азыр кеп кезегин мына ушул кыргыздын улуттук кийимдери тууралуу кылалы. Ан үчүн студиябызга кол өнөрчү улуттук кийимдер боюнча мыкты адис Асел Калканованы чакыралы. Hoş geldiniz. Куш келипсиз Асел айым. Кыргыздын улуттук кийимдерин жайылтууга эбегейсиз эмгек жаратып салымыңызды кошуп келатасыз. Илгери ушул биздин аталарыбыз, апаларыбыз кандай кийимдерди кийишкен, ал эми азыркы учурда баягы тойго барат элем, тойго мен кыргыздын улуттук кийимдерин кийет элем деген аталарыбыз менен апаларыбызга кандай кийимдерди сунуштайсыз? Саламатсыздарбы? Эми илгеркиден биз улутубузда, салтыбызда, бирок кыргыз эли көп жерди, аймакты кармаган үчүн биз салтыбызда кандай кийимдер болгон. Мисалы, ошол эле учурда Памир кыргыздары да бар. Туурабы, ошол эле учурда мисалы түштүк жакта кыргыздар бар, жана ошол казактар менен чектешкен Талас областы, Сыкөл областындагы кийимдердин өзгөчөлүктөрү да өтө тарыхыбызда көп мындай чоң мааниге ээ да. Ошол эле учурда мисалы азыркы учурда мындай той көйнөктөрү, үйлөн үлпөт көйнөктөрү деп айта турган болсок, анда көбүнчө азыр казакты деле, кыргызды деле Кытайдын жанагы жалтырактары басымдуулук кылып турган учур. Бирок ошондон дагы биз өзгөчө өзүбүздүн мындай каныбызга сиңип калган кийимдерди сактап калуу дагы ал эле учур. Мисалы, улуу кервен, улуу жибек жолу кервендер алып келген кийимдердин же болбосо ошол учурдагы жакшы бир тарыхый мүмкүнчүлүктөрдү сактап калсак дагы бул жакшы болмок да. Асел айым, сизден баягы дүйнөнү төрө кылдырып, кыргыздын улуттук кийимдерин даңазалап, дүйнө элин суктандырганыңызды билебиз да. Анан мен сиздин баракчаңыздан окуп көрүп калдым эле, мындан бир 1-2 жыл мурун болсо керек, биздин Бордош бир тууган казак элибизге дагы барып, ал жактан бир олжолуу келдиңиз эле. Бир жакшы даражалуу, менимче медаль алсаңыз керек. Мына ошол иш-чара тууралуу айтып берсеңиз. Мен азыр ошол казак-кыргыз кош канат программасына чакырылганыма жараша, мүмкүн ошолду ала келдим, ошол мына. Медалыңызды ала келдиңиз. Анелерге курмат. Энеге курмат, бул Алматы областындагы Кашкелең аймагындагы Анеге курмат музейинен берилген. Аршагүл Токпай Серик кызы директору, ошол мен канча жылдан бери ошол казактар менен биргеликте казактардын кемешеги жана кыргыздардын элечеги деп мындай көбүрөөк иштешип жүргөнбүз. 22-жылы ошо 2022 жылы 20 сентябрда ошол эки улуттун энелеринин баш кийимдери боюнча көргөзмө өткөргөнбүз. Ал жакта Тилек Султан ошол казак энелерибиздин баш кийимдерин, ошо кемешектерин азыр калыбына келтирип келатат. Аларда дагы мисалы улуу жүз, керейлер, орто жүз деп өзүлөрүнүн уруулук аймактарына жараша өзгөчөлүктөрү бар. Анан биздин элечектерге караганда алардыкы сайма бул чекелеринде, ээге алмайын чекелеринде саймалары бар, анан ээге алмайлары кичине узунураак да. Ошол эле биздин ошо көл тарапка жакыныраак жайгашкан мисалы ошо Жаркент область жактары кичине ошол биздин бул түндүк кыргыздарга жакыныраак көп элементтерди кезиктирүүгө болот да. Жана биздин ошол Сыкөлдөгү Түп районунда мен мындай маалыматчы энелерден көбүрөөк сурап көбүрөөк аралашып калганда
казак энелерибиз көп, анан өзлөрүнүн чоң энелеринин көрүп калгандарын дагы кошуп ийип кичине аралашкан жерлери да бар да. Анткени баары бир кошунадан кичине тузу деле кемисе сурашат да дегендей да, ошо бир аз өнөрлөр дагы кошуналарга өтүп турат. Камераны жакын кылып көрсөтүп койсоңуздар болот. Анага өрмөт музейи деп жазылыптыр медалдын бир жагы, экинчи жагында ару ана барынын бийик экен, мен сени маңгиликке сүйүп өтөм деген жазуу менен мына керемет медалды болуп келген экенсиз. Бул да болсо казак элинин кыргыз элине болгон урмат сыйы болсо керек. Анан сиздин албетте мына улуттук кийимдерди даңазалап жүргөнүңүздүн дагы бир акыбети. Биз ушул өнөрүбүздү дайыма чет өлкөдөгү көргөзмөлөрдө казак-кыргыздар дайыма биргеликте көп, мисалы Индияда же Турцияда, Бакуда, башка жерлерде чогуу өтүп калабыз, чогуу жүрүп калабыз. Анан дайыма ошондо өзүбүзгө болгон окшоштуктарды жана өзгөчөлүктөрдү сурап келебиз. Ошол эле аларда казактардагы ошо этнодизайнери Тилек Султан мындай көп энелерге жасаган эмгеги жана мындай экөөбүз Индиядан ошо кездеме издеп жүргөнүбүздө дагычы сиздикине ылайык экен деп мындай кош канат болуп азыр чыгармачылыкта мындай үзөңгүлөш болуп иштеп келатабыз. Албетте сиздин ар бир жасаган эмгегиңизге кубанып турабыз. Анткени себеби биз өзүбүз да ошол сиздин үйүңүзгө барып, бул кыргыз элине эле баягы кийимдерди тартуулабастан үйүңүзгө ошол кийимдердин коллекциясын чогултуп, унутта калган кийимдердин коллекциясын чогултуп, кыргыздын унутта калган кийимдерин дагы да даңазалап, даңктап жүрө бериңиз, аселайым, бар болуңуз. Барандуу баян куруп бергениңизге сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Jigi, jigi,
Қымбатты көрермен, біздің төрімізде белгілі ұстаз ғалым, тарих факультетінің деканы, тарих ғылымдарының кандидаты, Евразия ұлттық университетінің оқытушысы Өмірбай Жолдыбекұлы. Белгілі тарихшы ретінде енді біздің бүгінгі шығарылымның тақырыбы сізге етене жақын болар деген ойдамыз. Енді қазақ пен қырғыздың салт дәстүрлері егіз, тынысы бір халық, ортақ құндылықтары да ұқсайды. Ендеше сөзіміздің басында осы қазақ қырғызға ортақ салт дәстүрлердің үзігі туралы сіздің пайыммен бастасақ. Жақсы, рахмет. Қазақ қырғыз бауырларға сәлем бердік. Қырғыз әріптестерім жаңа сөзді тыңдап отырмыз ғой, осы қазақ салт дәстүрлеріндегі ырымдарындағы өте көп ұқсастықтар бар екенін көрдік. Жаңа маған бір ұнағаны, жаңа қырғыз әріптесіміздің бас киімге қатысты, қыз ұзатуға қатысты біздегі салттардағы ұқсастықтар өте бірдей деп те айтуға болады. Енді әрине былай қарағанда географиялық жағынан бүгінде 21 ғасырда екі тәуелсіз ел болғанымызбен, бірақ халықтың түпкі тамыры, дүние танымы, жаңа ұстанған салт дәстүрлері бір. Енді бұрыннан бері айтып келе жатыр атам қазақ, қазақ қырғыз бір туған дейді. Ол жайдан жай емес, өйткені тарихтың қойнауына қарай тереңдейтін болсақ, жалпы түркітілдес ел ретіндегі шыққан тамырымыз бір. Мынау біздің қазақтың шежіресінде Алаштың балалары ретінде бізді қарастырады. Алашта жаңа қазақ қырғыз туады. Сонда түпкі атамызды жаңа Алашқа апарып тірейді. Мынау мемлекет болып, жеке мемлекет болып қалыптасқанға дейін, осы 20 ғасырдың басына дейін біздің мынау 4 мезгілдегі араласымыз бірдей болды. Яғни жаз болса көктемде олар жайлауға бері қарай шығады, қыс болса біздің қазақтың көптеген рулары сол жаңағы осы Алатау төңірегіне қарай қыстауға жылжиды. Сондықтан олардың жаңағы салт дәстүрлерінің, біздің салт дәстүрлердің ұқсастықтары, тілдік оншағат айырмашылықтың болмауы, бұның барлығы біздің жаңағы бұрыннан бері етене жақын ел екендігіміздің бір жарқын көрінісі. Сондықтан бұл жаңағы байланысымыз одан әрі нығая береді. Және де бұл кісілерде де жаңағы мына үлкенді сыйлау деген мәселесі жаңа айтылып жатыр. Жаңағы қырғыз әріптесіміз бас киім жөнінде айтқанда айтты, мына ер адамдардың бас киімін жерге тастамау керек. Бізде де бар ғой, бас киімді жерге тастама, көтер дейді. Ер адамның киіміне жалпы құрметпен қарау, жоғары іліп қою, өзге киімдермен қосып жумау деген бір ұқсас. Бар. Өйткені әр киімде, ер адамның бас киімінде болсын, жаңағы өзінің киесі болады дейді. Қазақта бізде осыны салт дәстүрлермен бірге тыйымдар өте көп. Яғни жаман болады, ұят болады, обал болады деген жаңағы принцип бұл көшпенділерге, жалпы қазақ қырғыз халқына ортақ ұғым. Сондықтан әрбір салттың, әр дәстүрдің өзіндік жаңағы бір шыққан түбінде осындай бір жаңағы ұғымдар жатыр. Бұлардың барлығы енді халықтың бойына ежелден етене сіңді, одан кейін ол ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатыр. Бұның барлығын біз енді қазір қаншама ғасырлар өтті, бүгінде осыны біз қазір анық байқап отырмыз. Дәстүрдің де озығы, тозығы бар дейді біздің ұлтымыз. Дегенмен біздің қазақта кезінде көген түп, сондай-ақ мынау жиен құйрық, бәсіре атау, деңгене деген секілді бір дәстүрлердің үзігі болған. Осы ұмытылып бара жатқан дәстүрлерімізге қатысты қандай ой айтасыз? Әрине, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп атады халқымыз. Ол түсінікті. Өйткені біз адамзат жалпы бір орында тұрған жоқ. Біз қазір орта ғасырдың өмірін кешіп атқан жоқпыз. Қазіргі уақытта біз технологияның озық дамыған кезеңіндеміз. Оның үстіне біздің салт дәстүрлеріміз әу баста пайда болған кезеңінен бастап біз қазір бірнеше дәуірлерден өттік. Мысалы, мынау батыс елдері көшпенділер өркениетін қараған кезде олар жаңағындай үшке бөледі. Жермен байланысты болған төңкеріс дейді, одан кейін жаңағы өндіріспен байланысты төңкеріс дейді. Енді қазір мынау ақпараттық төңкеріс кезеңі дейді. Біз қазір нағыз сол кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Және көшпенділер өркениеті сол уақытта пайда болған жаңағы наным сенімдер, түсініктердің барлығы қазіргі 21 ғасырдың жастарына телу қиын. Өйткені біздің ол уақыттағы көшпенді өміріміздің формасы өзгерді. Яғни онымен бірге киім де өзгереді, наным сенім, күнделікті қолданатын ыдыстарымыз, аспаптарымыз, тұрмыстық деңгейіміз бәрі өзгереді.
Оның үстіне біз қазір мына көшпенді өмірден өткеннен кейін біз енді қазір қалалы өмірге көштік, қалалықпыз. Ал көшпенді өмірде жаңағы пайдаланылған жаңағы салт дәстүрлерді қазіргі уақытта қолдану ол мүлдем қиын. Олай болса, өзіңізге көп алғыс айтамыз. Бүгін төрімізден табылып, осы тарихымызды зерделеп, пайымды әңгіме айтқаныңызға. Сол ұстаз ретінде шәкірттерге тәрбие беріп жүрсіз ғой. Шәкірттердің жадына сіңіруге өзіңіздің де еңбегіңіз жемісті болсын.
Қазақтағы жиған тергенің тойға бұйырсын деген аталы сөз тегінен тегін айтылмаса керек. Тойдан ғибрат алып, рухани байып қайтсаң, соның өзі де олжа. Бұл жерде сөздің де қарап тұрсақ мәні бар. Студиямызда осы төңіректе әңгіме өрбітетін тағы бір мейманымыз жайғасып үлгерді. Таныс болыңыздар, Ибрагим Ескендір мырза. Қош келдіңіз, Ескендір мырза. Қайырлы күн баршаңызға, ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Енді біздің қазақ үшін, соның ішінде қазақ пен қырғыз бір туған дейміз. Осы екі ел үшінде тойдың салтанаты, тойдың мән маңызы, жалпы біздің қазақ үшін дүние туғаннан бастап өмірден озғанға дейін той салтанатымен байланысты ғұмыры. Ендеше сөзіміздің басын осы тойдың қадір қасиеті жөнінде бастасақ. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мынау енді бізбен эфирде қырғыз ағайындарымыз отыр екен. Осы жақындағанда мен Бишкекте болып келдім. Қырғызстанға барғанда бір өзіміздің туған елімізде, туған жерімізде жүргенде керемет бір сезімде жүрдік. Сондықтан байекелерге амандық, саулық тілейміз. Қазақ, қырғыз бір туған деп, құдай қаласа бірге өсе берейік. Той тек жаңағыдай бір барыңды елге шашу емес, бұл жерде түпкі мағынасы елден бата алу, көптің дұға тілегін алып, осылай ұрпақтың болсын, екі жастың болсын, қандай да бір жиынның бір берекелі болуына арналған қазақтың тарихи мәні терең осындай бір қағидасы деп айтсақ болады. Мейлінше біз ұлттық дүниелерімізге жақын болсақ, ол өте әдемі болады деп ойлаймын. Мысалға, айтайын дегенім, әрбір ұлт өзінің дәстүрімен, салтымен ерекшеленеді. Сондықтан да қаншама мейлі әлемнің түрлі модасы дейміз ба, тренді дейміз ба, қандай жаңалықтар бола берсін, біз ұлттық сипатымызды, ұлттық болмысымызды сақтап қалуымыз керек. Біздің ерекшелігіміз сонымен деп ойлаймын. Олай болса, сізбен әдемі әңгімемізді осы жерден үзіп, сөз кезегін Алатаудың арғы бөктеріндегі қырғыз әріптестерімізге беріп алсақ. Нұржан, Алмаз, сөз кезегі өздеріңізде, Қырғыз студиясы. Толқын рахмат айтабыз. Албетте, мына жақшы сөз, жақшы кепті қозғадыңыздар. Ең негізгісі қырғыз қазақ салттуулығыбыздан, өзіміздің нарықтуулығыбыздан еш қачан тайбайлы. Біз болса эфирімізді улантабыз. Ал эми азыр биз кезектеги коногубузду чакырып алалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы обончу, алдыңкы жарчыларыбыздын бири Майрамбек Осмонов агабызды кош канаттын төрүнө чакырабыз. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Саламатсызбы? Орун алып бериңиз. Майрамбек агай, куш келипсиз. Рахмат. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Эл арасынан кыска сурамжылоо кылганда, эң мыкты жарчы катары сизди сунушташты. Анан сизге суроо ушундай болсун, башка жарчылардан кандай жакшы бир өзгөчөлүктөрүңүз менен айырмаланасыз? Рахмат. Биринчиден ошол сурамжылоо жүргүзүп жатканда бизге ишенич көрсөткөн элибизге рахмат. Казак бауырларыбызга ысык салем. Казак менен кыргыз бир тууган, бизден бардык жагдайларыбыз окшош дегендей, тилибиз, өңүбүз, динибиз окшош дегендей. Мен деле мындай өтө деле өзгөчө эмесмин, бирок баягы күйүтү бар адамды кээде күлдүргөн кыргыз мыкты эл экенин, ал сөзмөр тарыхка бай эл экенин билдирген анча-мынча бир учурларыбыз ошол элдин көзүнө кулагына илинип калса керек. Анан дагы өзгөчөлүгүбүз биз аккордеон тартып, анан бирөө мындай капыстан суроо берип калса, дароо жооп бергенге даяр турганыбыз балким өзгөчөдүр. Анан мындай диний тойлор болсо дагы алып кете бергенибиз, эгер молдоке келбей калса, нике кыйып койгонубуз өзгөчөдүр. Анан ошол той болуп аткан ресторанын алдына бирөө бир машина кум төгүп койсо, аны бияка лопатка менен балким алып коебуз, ошонубуз өзгөчөдүр. Анан албетте бул таланттуу өнөрлүү адамга жөнөкөйлүүлүк эң биринчи керек. Үчүн дегенде алар бизди мындай өнөрчү катары жалдап алышты да. Ошол күн ошолор үчүн кызмат кыла турган күн болгондуктан аларга дайыма мындай көрөгөчтүк менен, мындай жалпак тил менен, жөнөкөйлүүлүк менен, жакшы мамиле менен жаркырап мындай кызмат кылганга биз милдеттүүбүз да. Кээ бир адамдар жок, мен деген баланчамын түкүнчөмүн деп аларды өзүнөн төмөн койгондугу бул алар үчүн аябай оор тиет да. Өзгөчөлүктөр ошолор. Анан мисалы бир тойго чакырганда тамадан өзүнчө чакырышы мүмкүн, ырчыны өзүнчө чакырышы мүмкүн, кодулду өзүнчө чакырышы мүмкүн. Жана орусча айтканда 3 в 1 болуп атпайлы. Барган жерде гүлдүрүп, ырдап бардыгын өзүбүз жайгарып коюп атабыз. Анан дагы бир өзгөчөлүгүбүз бир казак тамада менен, эми казак бауырларыбыз бизди жаман көрбөсүн, экөөбүз бир той алып барып калдык, 250 казак,
250-сі кыргыз болуп калды. Анан бир казак бауырыбыз келип, тиги казак тамадага бир жакшы теңге берди да. Теңге бергенде ал киши кичине мындай боло түштү окшойт, болуп кетти окшойт. Анан Мейрамбек, казак эли аттын түгүндөй үлкөн эл боламыз. Кыргыз эличи десем, кыргыз эли аттын каскасындай кичкентай эл болот экен деп казак эли чындап саны менен көп да. Анан не кыларымды билбей анан сөз таптым, Кудай таала мага жардам берди. Бирок да бабырым караңгы боламы, жарык боламы, а дегенде аттын каскасынан тааныйды, башкасынан таанымайды деди. Чындыгында жанагы жүн өсүп кеткен түгү көп ат көрдүңбү деп издебейт да, кыргыз казак бардыгы эле кашкат көрдүңбү деп издейт да. Анан ошондуктан мен ойлойм, өзгөчөлүктөр тамадаларда бир гана жөн эле кагазды карап эле анан азыр жездеси, атасы, бир туугандарын алдыңыздарга чакырабыз, баракелде дей берген тамадалар булар рамкадан чыга албаган жасалма тамадалар деп ойлойм. Менде андай жок, жасалмалуулук жок. Мен дайыма эле эфирде айтып берем. Эртең менен 4-тө турса деле ушул Майрамбек. Кечинде 10-до ойготсо деле ушул, кайсыл убакта болсо деле ошол, аялымдын жанында деле ошол, элдин жанында деле ушундай эч мындай жасалмалуулук жок деп ойлойм. Анан балким өзгөчөлүк ушунда болуш керек. Анан адамдар менен мындай бая тойго келип сүйлөшкөндө көпчүлүк айтат да. Биз мындай текеберде ойлогонбуз, жөнөкөй эле турбайбызбы деп. Балким ошон үчүн да адамдар мындай ичи коюнга кирип, баягы оюндагысын айта алат деп ойлойм да. Өзгөчөлүк жөнүндө айтып кеттик, агай. Мына азыр той берем дегендердин бардыгы тойлордун өзгөчө болушун каалап калышты. Анан сиз ушул кандай мазмундагы тойлорду көбүнчө сунуштайсыз, алар кандай мазмундагы тойлордун өткөрүп беришин суранышат? Былтыр мен мындай кылдым да, бир 31 кагазга жазып койдум, 31 той арак коесуздарбы десем коебуз дейт. Анда мен алып барбайм дедим. Эми карап көрүңүздөр, бул чындык. Биз жөн эле баягы тойдогу эле тигин той мындай болду, тиги тойдо мындай приз койду деп эле адамдарды бири-бирине атаандаштырып анан бири-бирине тукурбай, биз мындай улуулуктарды дагы айта кетишибиз керек да. Байкуш эне, байкуш ата ушул баланы күтөт, а дегенде мейли 9 ай ата көтөрдү белине, 9 ай эне көтөрдү ичине. Анан кийин төрөлдү, анан багып чоңойтуп баштады. Ошону 20 жыл, кеминде 20 жыл ошол баланын жакшылыгын тилейт. Кайерге барса, кайерде бир үйүндө конок болобу, келгенде ушу балама ата берип койгулачы, айланайын, бактылуу болсун деп ушундай тилейт дагы. Келип ошол 20 жылдан кийин жанагы 4 сааттагы тынбай куюлган арак менен баягы ак тилекти жууп салат. Десем кетишти, анан көбүнчө азыр маселени аялдар чечип калганын мен ушундай байкап калдым да. Себеби аял кишилерде жоопкерчилик, анан аларда мындай терең ой жүгүртүү эркектерге караганда күчтүүрөөк, анан мындай жоопкерчиликтүү болот окшойт аябайчы. Анан аялым макул болду, маке, араксыз беребиз деди. Эми караңыздар, ошол 4 саатта той адам ичкенин, жегенинин даамын билет. Бир тууганынын келген конок куда сөөктүн даамын баардыгын билет. Даамын дегеним тааныйт. Алар менен сүйлөшө алат. Мындай соо сүйлөшкөн жакшы да. Мас кезде эми өпкүлөй берет. Ал чындап өптүбү жүрөгү менен же калп өптүбү билбейсиң да. Анан баардык нерсенин, жашоонун, ошол күндүн ар бир урттап аткан суусунун даамын шыгылып мындай кадыр баркын билет да ошол күндүнчү. Анан Кудага барып, Кудабыздын атын билбей келдик. Кудагыйыбыздын аты ким эле? Аятан көрү деп келгендер бар да. Анан эртең келечеги жакшы болот атпайбы? Сопсо 20 жыл тилеген батасы кабыл болуп, алар элден алган бата менен эртең эр жигит көгөрүп, анын аркасында көшөгөсү барган келиндикке көгөрүп, сонун болуп атпайбы? Эми мейли адамдар 2-3 күн айтып, алар токтоп, анан унутушат. Бирок Кудай таала биздин кылган күнөөбүздү, биздин кылган жакшылыктарыбызды унутпайт да. Жамандык кылсак анын жазасы күтөт бизди, сөзсүз. Жакшылык кылсак анын сообу берилет дегендей. Ошондуктан мен ойлойм да ушул учурдан пайдаланып казак кыргыз элине айтар элем, ошо дайыма адал 20 жылдап тилеген тилегибиздин аягына чейин адал кылып чыгарып алсак, бул абдан жакшы нерсе да. Майрамбек агай, жакшы нерселерди козгодуңуз. Жаккан өзгөчөлүктөр барбы тойдо? Жаккан өзгөчөлүктөр ушуну мен ким качан каяка чакырып ушу суроону берет болду экен деп Кудайдан тилеп жүргөм. Кээ бир үйлөргө барсаң, аялдар жүдө кийинип алган, какап мокоп калган, анан тойго барса эле укмуш да. Мага ушул жагдай жагат. Аялдар ошол тойго кийинип баргандай, ошол тойго сүйүнүп баргандай,
тойдо биз менен учурашасыңар го. Тим эле сыпа, өмүрү күйөөңүзгө бир жаман сөз айтпагандай, бетиңиз шунчалык мээримдүү, боорукер, саламатсыңарбы? Деп монтип учурашкандай, үйдө дагы ошондой болсоңор абдан жакшы болот эле. Кандай сонун шакектерди, кандай сонун сепчикаларды тагынасыңар, кандай сонун кийинип, кандай сонун жыпар жыттанасыңар. Эми тойдо көрүнүшүңөр ушунчалык сонун. Үйдө да ошондой сыпа, үйдө да ошондой жакшы болсоңор, биз эркектер унчукпай эле үйгө Кудай берген ырыскыны ташып келе берет элек. Демек бул аял затына күмүш сырга, кулагына күмүш сырга катары айтып коелу. Анан үйүңүздөрдө да жасанып жүрүңүздөр деп, Ооба. Анан күйөөгө чыгып аткан кыздар сүйлөшүп атканда, апа, сиздики эскиче унчукпай атыңыз, ата сен сүйлөөчү дегени жакпайт. Атам менен апам чечет, ушул атам апам бизди тарбиялап чоңойткон, ушул атам апам эмне десе ошол Майрамбек байке дегендер мага жагат. Ата энени ак болуп кага берсеңиздер, урматтуу күйөөгө тие турган кыздар, эртең бактыңыздын ачылып кетишине менин күмөнүм бар. Ата энени сыйлап, мына эми Кудай буйруса, эгер ошол үйдө гүл болуп, отун болуп кирип, гүлү болуп чыгып жашап калсаң, балалуу болгондо, ата энеңдин канчалык сага күн-түн эмгеги кеткенин, канчалык сен үчүн кыйналып, канчалык сенин жаман жагыңды жаап, сага адвокат болгонун ошол күнү көрөсүң, аман болсоң. Эгерде жок, мен деле ошол үйгө барып эле ушундай эле үйдөгүдөй жашай беришим керек. Баягы Чубак ажы айткандай, мен ушундаймын дей берсең, ушундай болбой каласың. Ошон үчүн ошол адам өзүн жазап, улам контролдоп болсо дагы жакшы мүнөзгө өтүш керек. Анан албетте дагы жакканы эми тойдун аурасы дайыма сонун. Башталганча тем эле бир аябай жакшынакай көрүнөт. Анан жанагы бата боло электе пакеттерге нык толтуруп, мойнун сунуп, наркы столго чейин карап жүргендер, оногундай алма жок бекен, биздикинде өзү жеп алып, билмексен болуп тургандар жакпайт. Бирок бата болгончо мындай сыпа, улам тамаданы мындай сырдуу көздөр менен карап, бата болгондон кийин салабыз да, азыр эмне согуш мезгили беле дегендей мындай ишарат кылганы мага аябай жагат. Мындай согуш мезгили эмес, чындап элечи. Эгер 41-жыл болсо айтат элек, салгыла, бар окопко киргиле жаткыла, азыр бомба түшүп калышы мүмкүн депчи. Азыр токчулуктан ооруган мезгил да заман. Ошолор жанагындай бата кылганга чейин сабыр кылып столдун үстүнө салбай тургандары жагат. Анан той бүткөндөн кийин эки түрдүү адам бар. Бирөөсү айтат, мен кете берейинчи, эми кое турсаң мен акчаны санайлы деп, мордасы ушундай да. Койсаң эми акчаны санайлы деп, той бүткөндөн кийин сени кулдан да ылдый көрүп калгандар бар. Бирок алар аз. Бирок адамды эмгек кылдыргандан кийин анын маңдайында тери кургай электе акчасын бер деп, мен атам айтчу эле. Кой турмаке деп баягын атайын даярдап койгон адамдар бизге жагат. Тамадага ушинтип койсо жагат турбай, булар ушундай да дебеңиздер. Үйүңүздөрдө уста жалдасаңыздар дагы, кирпичти акыркы кирпичти коюп бүткөндө тери кургай электе акысын берип коюңуз. Башка кандай кызмат кылдырбасаңыз дагы тери кургай электе акысын колуна берип коюңуз. Ал киши ошентип бала чакасын багат. Ошону үйрөнүш үчүн канча саатын, канча күнүн, өмүрүн сарптаган. Бали. Майрамбек агай, сонун нерселерди козгоп айтып атасыз. Ал эми азыр болсо кеп кезегин биз Астанадагы студияга берели. Урматтуу кесиптештер, мына ушул Майрамбек агай айтып жаткан жагдайлар Казакстан тарапта сиздерде кандай болуп атат? Ошол жөнүндө эми сиздерден угалы. Рахмет, Кыргыз студиясы. Сиздердин сабалдарыңызга биздин конагыбыз казыр өзүнүн шынайы жообун береди. Биздин элибизде Аллага шүкүр казыр соңку убакта улуттук накыштагы казакы калпымызды сактап, солай бир эрекче тойлар казыр акырындап өткөзүлүп жатыр. Мен осыдан бир ай бурун Шымкентте үлкен тойда болдум. Тойга 600 адам катышты. Мына тойдун эрекчелиги бул жалпы элге үлгү деп айтууга болот. 600 адам катышты. Кире бериште ар бир келген конакка казакча мына камзолдар, нымша, мындай костюмдер берип, оюу менен, такыясы менен, 600 адамга. Айелдерине де, эркектерине де. Одан кейін барып, әр дастарханға, әр қонақтың алдына қазақтың көк туын қойды. Қандай керемет. Тойдың барысында керемет ұлттық сипатпен, ұлттық киіммен арасында қазақтың дәстүрлерін көрсетіп, алты бақаны бар, домбырамыз, әніміз, жырымыз. Аллаға шүкір, бір үлкен бір
ұлттық сипаттағы сипаттың бір басы басталып жатыр бізде. Солай болса, сол қазақ пен қырғыздың өнері жасасын, ортақ құндылықтарымыз арта берсін дейміз. Сөз кезегі өздеріңізде. Чоң рахмат Толқын. Біз маегізді улантабыз ағай. Той қанша бір елдің бір бөлігін бағып атады да. Ооба. Анан сізге сұрау, жаңағы тойды тоқтатыш керек, ошол тойды азайтыш керек деген біздің кейбір бір қырғыздың жарандарына қандай жооп айтат элеңиз? Тойлар тоқтаса, адамдағы мындай құлпыну, жақшылыққа бір бағыт алған ойлар тоқтайды. Тойлар тоқтаса, тоодан базарға түшкен қойлар тоқтайды. Тойлар тоқтаса, жана үйде еркек менен аял ұрышқан бойлар тоқтайды. Тойға барам деп, жанағы үйден түйшігін тартқан аял, бақ шене, ошол күні сүйіні отпайы. Бүгін тойға барам деп бір көйнек алып, эми бұл уақытылы өмірде ошол бизге чыдап, өзгөчө мага окшогондорго чыдап, 5-6 бала төрөп берип, анан ошолордун кызматын кылып, түн уйкусунан калып, ушу балдарым деп жүргөн кишиге көйнөк алып берип кое бериш керек. Тойдун болуп турганы жакшы да. Тойдо адамдар бардыгы эле бирдей эки адамга дуа кыла бербейт. Арасында жакшы тамадалар, мыкты адамдар, мыкты карыялар бар. Элге журтка тынччылык берсин деп. Жамааттын дуасын Аллах Таала кайтарбайт. Той болсо элге кошо бакыт тиленип атпайбы. Эл кошо кубанып атат. Адам бир ай мисалы жылуу сууга чайканбаган адам деле болот да. Бирок той күнү адам өзүн карап жасанып атпайбы. Бул деген чырайына чыгып дегендей, көркүнө чыгып, ал көркү менен көчөгө чыкса, көчө кооздолуп, жашоодо оңолгонсуп атпайбы мисалычы. Анан эми тоюп калгандар, тойдон тажагандар айтып атат да. Күнүгө тойго баргандар, күнүгө барып акчасы көп кошуп аткандар айтып атат да. Той болбош керек депчи. Той болбосо, анда жана макалды кошо алып салыш керек. Жамгырдан жерге көрөт, батадан элге көрөт деген жерде алып салыш керек андачы. Ал калып турбайбы. Мен ушунду ойлойм да. Жакшы бир кеңештериңизди берип, анан кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ар дайым мына ушундай мыктылыгыңыздан жазбай жүрө бериңиз. Биз болсо сизди бат-бат чакырып туралы, мына ушундай жакшы бир кептерди жалпы кыргыз элине, анан аны менен кошо казак элине дагы сунуп туралы. Бар болуңуз. Рахмат. Айтайын бабам мен атадан ғана қалған мирасты. Жаңарған заман мен салтымнан қалай ғана күй қашты. Намысын биік сақтаған ед, дауысын ұғар тыңдап жүректің. Үмітін елдің ақтаған ед, сауын бұзып шығарды нектің. Қайратымнан танбаған, жанын елге арнаған, егемендікті еншілеп өмірін қиған батырған шадым. Тасқа сөзін жазған ер қазағым, бірің кеттің алысқа, бірің жеттің ғарышқа, бірің жарап намысқа, бір-біріңнен алыспай. Жасаған бабам ол, жеріме шындап өшпес еңбекті. Батырлар ғана қол, бастау мен намыс туын бермекті. Намысын биік сақтаған ел, дауысын бұлар тыңдап жүректі. Үмітін елдің ақтаған ел, сауын бұзып шығарды нектің. Қайратыңнан танбаған, жанын елге арнаған, егемендікті еншілеп өмірін қиған батырған шадым. Тасқа сөзін жазған ер қазағым, бірің кеттің алысқа, бірің жеттің ғарышқа, бірің жарап намысқа, бір-біріңнен алыспа.
Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Инстаграм, bomford.kgz. Бүгінде рухани құндылығымызға айналған ұлт бірегейлігін сақтап, мәдениетті дамытуда салт дәстүрдің мән мағынасы зор. Оған бүгінгі телекөпіріміз кепілдеп білеміз. Қос елдің әрбір тойы тәрбие мен тағылымға, дәстүрге негізделген. Ендеше мұның баршасы келер ұрпаққа адамгершілікті дәріптеу сынды насихатымен құнды. Егіз елдің салт дәстүрі жаңғыра берсін. Той көп болсын ағайын. Қырғыз менен қазақтың егіз ел екендігін, тойларыбыздың, салт саналарыбыздың оқшоштығы дағы бір жолы тастықтады оқшайды. Тойлар тойға уланып, қазақ-қырғыздың жақшылығы көп болып, ырыс құты төп болып, ардайым жақшылықта жолығалы деген изгі тілекменен бүгінгі эфирімізді жиынтықтаймыз. Егіз елдің санжырғалы санатынан кеп салып жолыққанша аман тұрыңыздар. Бар болыңыздар.
Оппа!